Алматы-Майқапшағай тасжолы өтетін Аршалы өңірі өзінің әсем табиғаты мен барша жанды қызықтыратыны сөзсіз. Тас жолдың батысында оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай Байжан және Алжан таулары орналасқан. Байжан және Алжан атаулары көне көз қарттардың әңгімесі бойынша 18 ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы кезінде біраз уақыт шамамен 35-50 жылдай Байжан және Алжан байларының қолында болған деседі. Біз қазір Байжан тауына қарай бет алып бара жатырмыз. Жалпы Байжан тауы өте биік таулардың бірі. Оның биіктігі 1800 метр. Ал ендеше Байжан тауына шолу жасайық. Байжан тауының қасында Қосбұлақ және Жамбас бұлақ атты бұлақтар бар. Сонымен қатар Байжан тауында қоян, қасқыр, түлкі, барыс және арқар, киік, аю сынды аңдар мекен етеді. Сонымен қатар бұл Байжан тауының ерекшелігі бұл жерде 7 үңгір және шыңыраулар бар деседі. Сол шыңырау үңгірлердің үстінде 3 бөлмелі үй бар. Және оның ерекшелігі сол 3 бөлмелі үйге адамдар кірген кезде оның шамдары өшіріледі дейді. Және де Байжан тауында алтындар бар. Егер ол алтындарды қазып алатын болса, бұл жерлердің барлығын топан су басып, су атқылайды деген деректер кездеседі. Байжан тауының биік жерлерін аралап көрсең, 7 тасты құдыққа кездесесің. Бұл жердің жұпардай иісі аңқыған самал желі, мөлдір бұлағы, сонымен қатар шөбі шүйгін қасиетті жер. Алжан тауы өркеш-өркеш тас қия, жолдары қисық. Алжан тауының тастары мөлдіреген мрамордай тізілген. Сонымен қатар бұл тауға қарақайды асып барады. Алжан тауының ерекшелігі бұл жерде үңгірлер бар. Сол үңгірлерге айналып жүріп, қайтадан сол жерден шығасын. Сонымен қатар Алжан тауында гүл шоқтарына өте бай тау болып келеді. Алжан жалдарының шығыс күнгейінде қойынына тығылғандай қарагүл орналасқан. Жартастарға шығып биіктен қарасаң, тостағанға ернеуінен асырыла құйылғандай, қара күмістене жылтырай дірілдеген майда толқындары әдемі көрінеді. Шоқтоғайлар арасында шатыр тігіп, жайбарақат дем алатын болсаңыз, сонымен қатар тауға шығып, тау бөктерінде өскен гүлдерді теріп, бұлақ басынан жуынсаңыз, бір бой жазып қалатыныңызға сенімдіміз. Кендеріміз бұл тау атауларын өздерінің нақыл сөздеріне батауларына қосқан екен. Мысалы айтатын болсақ, Байжанның басындай, Рамидің тасындай бол деп балаларына бата берген. Ертеде осы Қаракөлді су сиыры мекендеген деседі. Қас қарая су бетін толқындатып, жартастарды жаңғырта, қорқыныш үнін қаптата су астынан шығатын деседі. Оттыққан соң өкірем өңіреп, қайтадан су астына кіреді дейді көргендер.